Сіз білесіз бе, сіздің өмір сүріп жатқан қалаңыз немесе ауылыңыздың аты сізге әсерін беретінін. Мысалға кейбір адамдар бір қаладан бір қалаға көшіп барады да керемет жетістіктерге жетіп жатады. Ал кейбір адамдарда керісінше өмір қиындап кетеді. Оказывается, бұл жаңағы қаланың атауының өзінде энергиясы, вибрациясы бар екен. Сол энергия әрқайсымызға әсер етеді. Мысалға, мен өзім Алматыда тұрам. Алматының энергиясы қандай? Адамдар то жоғарыда, то төменде жүреді. И жаңағы жер сілкінісі болып жатады. Сосын адамдар да үнемі андай восстание, бұл жердің қаланың сондай әсер сондай. Егер сіз қай қалада тұрасыз, өзіңіздің неңізді білгіңіз келсе, қалай сізге әсер етіп жатыр қала, соны білгіңіз келсе, комментарийға жазыңыз. Бірінші 10 адамға жауап берейін.